Barchаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін Малтепеден Емин-Өніне бара жатырмыз. Жаңа бір пересадканы жасадық. Енді қазір пароходымызға, яғни бұл жақта оны вапур деп атайды, соған мінеміз. Біз қазір Кадыкөйдеміз. Кадыкөйге Малтепеден метромен келдік. Енді қазір бұл жерде бірнеше ескелелер бар. Біз Емин-Өніне баратын болғандықтан Емин-Өне ескелесіне келдік. Ескеле бұл жерде станция, жағалау станциясы сияқты осындай жер. Біздің пароходымыз келіп тұрген, сондықтан біз асығып жүгіріп кеттік. Жолдасым бізді асықтырыпты, сөйтсек әлі уақыт бар екен, біраз кезекте тұрдық. Енді біз қазір пароходымызға мінеміз. Пароходтың негізі түрі болады. Бізге мынандай планировкасы жолығыпты. Бірінші қабаты толығымен жабық, шынымен жабылған, іші жылы. Ал екінші қабат осылай ашық. Yatacak yer yok. Нешеден қараймыз қазір? Біз балаларымызды алғашқы рет осы пароходқа отырғызып қыдыртатын болғаннан кейін екінші қабатта біраз қалайық деп шештік. Kaybolan gemilere yol gösteriyor. Burada durabilirsiniz, buraya gelebilirsiniz diye. Evet. Nasıl Burak Emin, deniz güzel mi? O kaybediyor zaten. O kaybediyor. Ha. O başka bir yerdeki yer. Onlara el salla bakayım. Жалпы теңізде пароходтардан басқа толып жатқан жүк кемелері бар. Солардың бірі міне Ресейдің Санкт-Петербург қаласынан келе жатқан жүк кемесі. Мінекей, мына жерден атақты Гүлхане паркі, Сұлтанахмет мешіттері көрініп тұр. Ал бұл Германиядан келген әскери кеме тәрізді. Қазір біздің пароходымыз ең алдымен Қаракөй деген жерге тоқтайды, одан әрі Емин-Өніне жылжиды. Бұл Емин-Өнінің атақты көпірі, бұл былтырлары екі айырылып арасы ашылып кеткен болатын, жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұл жерде туристерге атақты жерлердің бірі. Бұл жерде балық мейрамханалары дейсің бе, бәрі толып тұр. Жалпы ошаға келгеннен бастап балықтың иісі мұрныңызды тесіп те жасайды. Мінекей біз Қаракөй деп аталатын станцияға жақындадық. Қазір осы жерде жолаушыларды түсіреміз де жолымызды жалғастырамыз. Балалар тоңып қалғаннан кейін біз пароходтың астыңғы қабатына түстік. Бұл жерде бәрі жабық, жылы пештермен қамтылған, ішінде шай ішіп, жүрек жалғап алуға да болады. Біздің пароход аялдамаға жақындап жатыр. Емин-Өніне біз қазір түсеміз. Evet. Karana jeli ciğer satmadır. Gördün mü? Mısır o, mısır.
Mına жерде каштанка satılып жатыр. Ne istiyorsun? Tamam, yemek yiyeceğiz, burada değil. Otur. Bak, balık kokuyor burası. Mına жерден келіп balık жей аласыздар. Қазір мына жер сасып жатыр балықтың исімен. Мына жер Эмин деп аталады. Бүгін демалыс болғаннан кейін следующий год. Липецкий базар. Қазір Эмин деген жердеміз. Мына жақтың бәрі базар. Туристердің көп жүретін жері. Кел. Бурак, кел. Буракимен кел. Бурак. Yürü. Biz bазарда жүріп біраз нәрселер алдық. Телефон ремонттайтын еді менің күйеуім. Соған байланысты кейбір запчастар алды. Мен өзіме қажетті заттарды алдым. Бірақ балалар өте қатты көп жүргеннен кейін қазір шаршап, қарындары ашып отыр. Сондықтан оларды тамақтандыруға әкелдік. Одан кейін біз қазір Малтепеге теңіз асты пойызы Мармараймен жететін боламыз. Мінекей мына жер Эмин-Өндегі Серкежи деп аталатын Мармарай станциясы. Қазір біз Мармарайға мініп Малтепеге қайтатын боламыз. Жалпы Мармарай дегеніміз мәрмәр теңізінің астынан, яғни теңіздің астынан қазылып жасалған пойыз жолы. Çok hızlı geçer ama. Sesini duydun mu? Işıklarına bak. Uzaktan. Geliyor. Biz Эмин-Өнден Мармарайға отырып, біз тұратын ауданға келдік, Малтепеге. Әлі күн батпаған, сондықтан да кішкене жағалауда, жағажайда жүріп қайтайық деп шештік. Біздің жағалажай паркі. Мына жақта балаларға арналған парктар, түр-түрі бар парктың тағы да. Барлық жағдай жасалған отбасылық жанұялар үшін. Мына жерде туалеттері бар, паркны. Ар жақта деді не болатын болса, шай ішетін жерлері бар, перекус жасайтын. Мінекей жаңағы жол үстіндегі супермаркеттен осындай жейтін заттарды алдық, ішетін сусын алдық. Осылай күнімізді қазір өткізіп, үйге қайтатын боламыз. Мына жерде шай ішетін жерлер бар. Мына жерге келіп шай ішуге болады. Сосын таңертең келсеңіз завтрак, таңғы ас ішуге болады. Туалет. Истанбул картпен тоже кіре бересіздер. Не болмаса, приложение скачать етіп, тоже сонымен оплата жасап кіре бересіздер. Балалармен барын қыдырып шықты. Үйге бара жатырмыз. Каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.